Meeting the students today was a very exciting opportunity. Бүгін керемет кездесу өтті. Бұл білім ортасы көптеген білікті мұғалімдерді тәрбиелеп, бүгінде 12.000 студентке сапалы білім беріп отырған іргелі оқу орны. Бұл мені сөзсіз шабыттандырды. Қазақ ұлттық педагогикалық университетін Қазақстандағы ең беделді жоғары оқу орындарының бірі деп санаймын. Тіпті әлемнің көптеген елдерінде мұндай жоғары көрсеткіш сирек кездеседі. Мен студенттердің жасанды интеллект сияқты жаңа технологияларды жетік меңгеретініне сенімдімін. Сонымен қатар олардың дәстүрлі білім беру әдістерінде терең игеруі маңызды. Өткенін де болашақтың да ең жақсы бойға сіңіру, ең дұрыс таңдау.